Соңғы уақыттары үйдің қабырғасына салынған әртүрлі суреттерді жиі байқай бастадық. Қою, қанық, қызыл, жасыл түрлі бояулармен үй қабырғаларына суреттер салынған. Бұл өнердің түрін граффити дейміз. Граффити Италия тілінен аударғанда тырналған, сызылған деген мағынаны білдіреді. Яғни ғимарат қабырғаларына, металл бұйымдарға, сауыттарға жазылған арнау мәтіндегі жазулар. Көптеген елдердегі көне не орта ғасырлардан қалған қалалар мен елді мекендерде жүргізілетін археологиялық қазбаларда мол кездеседі. Қазіргі күні елордамызда бір емес, бірнеше ескі және жаңа тұрғын үйлердің қабырғаларына салынған жарқын суреттерді көре аласыздар. Қазіргі таңда өзіміздің елордамызда, Нұр-Сұлтанда көп қабатты пәтерлер бар ғой, солардың қабырғаларында көптеген суреттерді өзім кездестірдім. Автобуспен өтіп бара жатқанда, қастарынан өтіп бара жатқанда көрген болатынмын. Негізі ол өте әдемі көрінеді, қазіргі заманға сай. Бұрынғы мысалы ата-бабаларымыздың суреті, ұлы тұлғалардың суреттері неше түрлі бір безендірілген шығармашылық ретінде жасалған. Ол шынымен де қала көшелеріне өте ерекше сән береді, ерекше жалпы маған ұнайды. Нұр-Сұлтан қаласы жастардың мекені. Сондықтан қала басшылығы талантты жастарды қолдау мақсатында арнайы фестиваль өткізген болатын. Қазақ халқының кешегі тарихының қазіргі қалалық өмірдің ортасында орын алатындығын өнер арқылы жеткізе алу ең бірінші мақсатта болды. Мұндай өнер туындыларын Бараева, Кенесары, Күйші Дина, Сатпаева, Республика, Абай, Сәкен Сейфуллин және де Жеңіс даңғылы көшелерінде көруге болады. Салынған әрбір өнер туындысында терең мағына бар. Бұл жастарға патриоттық сезімді ұялатудың бірден-бір септігі секілді. Талант пен еңбекті ұштастыра білген суретшілерге қала тұрғындары дән риза. Себебі олардың айтуынша, қала тұрғындары осындай суреттерге қарап рухани дамиды. Және де мәңгі ұлттық тарихтың оты сөніп қалмайтынына мақтаныш сезімі ұялайды дейді. Рахманберді Альбина, Нұр-Сұлтан қаласы, арнайы Еуразия ұлттық университеті үшін.